Барлықтарыңызға сәлем. Менің жұмысым офиста отырумен ғана шектеледі. Жаттығуды өте сирек жасаймын, бірақ кімді алдағандаймын, мен жаттығуды мүлде жасамаймын. Физикалық жаңағыдай белсенділігім тек жұмысқа жаяу 40 минут барамын, сонымен аяқталады. Күні бойы жұмыста отырамын. Болды. Ең қызығын мен айтып берейін. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Біреудің қателігінен басқалар сабақ алсын деген мақсатта бұл канал ашылды. Шынайы өмірде болған, өмірден алынған оқиғалар ғана салынады. Оқиғамызды жалғастырайық. Соңғы аптада осы мен 40 минут бойы жаяу жүремін дедім ғой жұмысқа. Сол жаяу жүретін кездер маған қиындық туғыза бастады. Әр қадам сайын менің беліме ауырлық түсетін. Жұмыста әріптестеріме айтқан кезде белімдегі проблемаларымды бір үлкен жастағы әріптесім жақсы массажист туралы айтты. Оның досының қызы массажбен айналыса бастағанын айтты. Ол соншама мақтады, мен бірден сол кісіден номерін алып алдым. Бірден қоңырау шалдым сол күні. Ол кешке келемін деп екеуміз уақытты белгілеп, адресімді айттым, бағасында талқыладық, мен келістім. Әрине, бағасы арзан емес, 10 күн сеансқа 150 мың теңгеге келістік. Әрине, үйге келеді, менің үйіме келіп жасап беретін болды. Ойладым, массаждың курсы үшін бұл қымбаттау дедім да, бірақ жұмыстағылар мақтап жатқаннан кейін, мүмкін шынымен де менің белімдегі ауруды жазатын болса, онда өз денсаулығымнан ақшаны аямаймын деп шештім. Ақша денсаулыққа үнемдемеймін деп шештім. Кешке массаж жасайтын қыз келді, киімі спорттық киімде, үлкен сөмкемен келді. Маған бөлмеде дайындалыңыз деді. Өзі жуынуға кіріп кетті. Жақсы дедім. Қалай дайындалам бірақ дедім да ішімнен. Орамалымды дайындап қойдым, сүлгімді. Мен басқа массажға қалай дайындалатынымды білген жоқпын. Жасым 36-ға келсе де, мен осы кезге дейін массаждың курсын алып көрмеппін. Ал психологиялық тұрғыдан мен әрине дайынмын, әрқашанда дайынмын. Мен айтып қояйын, мен жалғыз өзімнің пәтерімде тұрамын. 3 бөлмелі пәтерде жалғыз өзім тұрам. Менің отбасым жоқ. Сөйтіп жаңа жуынуға кеткен массажист қызымыз жуынатын бөлмеден шықты. Жартылай киімі жоқ үстінде. Кәдімгідей прозрачный киіммен шықты. Аяғында ұзын носки бар. Төсіне киетіні бар. И ол да прозрачный болды. Кәдімгідей ішінде не бар, соның барлығы көрініп тұрады. Сөйтіп менен сұрады, жатын бөлме қайда деп. Мен жатын бөлмеге алып бардым. Сөйтіп ол, ойлаңыздаршы, 150 мың теңгеге жалдаған массажисті маған массаж жасаған жоқ. Зато біраз жаңағындай үлкен адамдардың ісімен айналыстық. Сөйтіп мен ақшамды бердім бірінші сеансқа. Енді занятиямызға деп айтайын ба. Сөйтіп екеуміз массаж жайында айттық. Ол маған айтты, мен номерімді қайдан алдыңыз деді. Сөйтіп мен айттым қайдан алғанымды, жұмыстағы әріптесімнен алдым дедім. Ол айтты, өтініш жасады әріптесіне менің массаж жасамағанымды, массажды басқаша жасағанымды айтпауымды сұрады. Мен нем бар, жарайды деп келістім. Сөйтіп бір күн өтті. Күнде әртүрлі жаңа киімдер киіп келетін. Әртүрлі майлармен, әртүрлі ойыншықтармен. Мен болсам өзімнің 36 жасымда бұндайды кинода ғана көргенмін. Енді шынымен де қандай нәрсе жасағанын, қандай массаж жасағанын мен сөзбен жай ғана айтып жеткізе алмайтынмын. Бұл жасап жатқан нәрсесі кәдімгідей миыңмен біраз тынығып қаласың, біраз кәдімгі Марсқа ұшқандай сезімде боласың. Сөйтіп бір апта өтті, 10 күн өтті. Сөйтіп келіп жүрді маған күн сайын бір уақытта, күнде кешкі сағат 9-дан
10-ға дейін 1 сағат уақытымызды бірге өткізетінбіз. Ол қыздан жаңағыдай массаж жасау барысында сол қыз жайлы сұрадым, қалай келгенін сұрадым бұл массажға, жасын сұрадым. Мен жасым 36-та болса, оның жасы 23-те екен. Студент болған, ақша жетпегеннен кейін ақшаны оңай табудың тәсілі осындай екен. Енді жеңіл жүрісті қыздардан ешқандай айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Себебі кәдімгідей кәсіби тұрғыда массаж жасай алмайды. Енді басқаша жасайтындығы болмаса, енді маған керемет өтті деп айта алмаймын. 150 мың теңге үшін мен бұндай массажға қанағат болған жоқпын. Әрине, мен 36 жастағы үйленбеген еркек болғаннан кейін мен үшін өте қызықты болды. Бірақ енді 10 күн қатарынан бір қыз жасаса да 10 күнде 10 түрлі қыз секілді болып подход таба білді. 10 күн бітті, 150 мың теңгем далаға кетті. Сөйтіп, белім ауруы жазылған жоқ. Жарайды деп жүрдім, көндім. Мен өзімнің сондай аңқау адамдығымның кесірінен осындай бәлеге жаңағыдай шалынған шығармын дедім да, жарайды деп көніп жүре бердім. Сөйтіп, бір танысым айтты, сен осындай жаңағыдай сүйектермен жұмыс жасайтын адамға бар, остеопатқа, ол кісі сүйектерінің барлығын орнына қойып береді деді. Остеопатқа бардым, ол еркек екен. Сөйтіп, барлық белімнің ауырғанын, басымның ауырғанын барлығын емдеп берді бірден. Оның ақшасы 25 мың теңге болды, ойлаңыздар. 150 мың теңге мен 25 мың теңгенің айырмашылығы. Егер де мен мысалға жеңіл жүрісті қыздарға баратын болсам, или нормальный қыздарға барсам, мүмкін мен ары кетсе бір 50 мың теңге жұмсар ма едім. Бірақ қалада дейді, осындай қыздар одан көп ақша алады екен басқа қалаларда. Жаңағыдай олардың бір сеанстары осындай ақша тұрады екен. Ал байдың еркектері, олар $100 болса, оған қарамай $1000 солай тастап кетеді екен. Енді біз секілді орта табысты адамдар тиын санап қалған боламыз ғой біз енді. Ал мысалы заведениялардағы, мысалы тамақтанатын, әртүрлі сол жерде билеп тұратын қыздар, олардың қызметтері 150 мың кем екен. Бір ғана сәтке жаңағындай 150, 250, 300 осы ақшалардың арасында болады екен. Мен оны қалаға барған кезінде білдім. Сөйтіп жүрген кезде көшеден бір бейтаныс қызды көріп қалам, бірақ түрі маған таныс болып көрінеді. Былай қарайым, ол қыз жаңағындай бір мекеменің сыртында біреумен сөйлесіп тұрды. Сыртынан қарасаңыз, ол қыз кәдімгідей тәртіпті, тәрбиелі жұмыс жасайтын қыз, жаңағындай бір үй сататын жердегі компанияның консультанты екен, кеңесшісі дейміз ба. Сөйтіп жаңағы қыз мені танымастай маған мүлдем қараған жоқ. Артынан жүріп барып едім. Ол қыз кәдімгідей барлығымен амандасып, жаңағы жұмыс орнына кіріп, жұмысына жайғасты. Мен оның артынан қарап тұрғанымды бақылаған жоқ әрине. Бірақ мен бұл өмірден түйгенім, көп адамдар күндіз басқа және түнде басқа екендігі. Маған жай ғана жаңағыдай белімнің ауырғаны өмірде біраз жаңағыдай қорытындылар жасатты. Деп кейіпкер жай ғана өзінің басынан өткен оқиғасымен бөлісті. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Бұл жерде тек қана шынайы өмірде болған, өмірден алынған оқиғалар ғана салынады.